Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дастарханның сәні болатын, әрі жұмсақ болып шығатын сүп секілді күлшен нандар дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қант саламыз. Және де кішкентай қасықпен осылай 1 шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құрғақ ашытқы саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала ситадан өткізіп алған ұнымызды дайындап аламыз да, осыны ақырындап үстінен салатын боламыз. Барлығын бірақ салып жібермейміз, осылай қолымыздың көмегімен орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде мен 800 грамм ұнның барлығын қоспадым, себебі әр ұнның тығыздығы әр қалай келеді, сондықтан ұндарыңызға қарай қосасыздар, және де осылай орташа тығыздықта қамыр илеп шығасыздар. Қамыр дайын болған кезде біздің қолымызға жабысып қалмас үшін осылай сәл сұйық майымызды құйып, тағы да қамырды жақсылап басып аламыз. Қамырды осылай басып болғаннан кейін бетін салафанмен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз толықтай көтерілуі қажет. Мінекей қамырымыз осылай толықтай көтерілді. Менде қамыр 1 сағаттан астам уақыт тұрды. Енді осы қамырымызды дайындау үшін мен сәл қолыма сұйық май құйып аламын. Және де осылай үстелдің үстіне алып, қамырды дайындауды бастай береміз. Ешқандай ұнды жақпасақ та болады, себебі қамыр қолымызға жабыспайды. Енді мен осылай қамырды шетінен кесіп, осылай таразының көмегімен 100-110 граммнан өлшеп аламын. Сіздер өлшеп алсаңыздар да болады, тәлмен сияқты немесе көз мөлшермен жасай берсеңіздер болады. Өлшеп алу міндетті емес, сондықтан өз қалауларыңызша жасай бересіздер. Мен осылай қамырдың барлығын толықтай 100-110 граммнан өлшеп алдым. Осылай барлығын кесіп өлшеп алғаннан кейін, осылай қолымыздың көмегімен дөңгелетіп, осылай доп-домалақ қамыр жасаймыз. Барлығында осылай дөңгелетіп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолдарыңыздың көмегімен дөңгелетсеңіздер өте оңай. Барлығында солай дайындап аламыз. Міне мен осылай барлық қамырымызды дөңгелетіп алдым. Пешіміздің формасына астына осылай пергамент төсеп, осылай қамырды қойып шығамын. Және де бетін міндетті түрде осылай пищевая пленкамен жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз біршама көтеріледі. Міне бізде 15-20 минуттың ішінде қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді осылай саусағымыздың көмегімізбен осындай әп-әдемі сүп секілді нандарымыздың формасын дайындап шығамыз. Осылай саусағымыздың көмегімен ортасынан басып отырып, осылай формасын шығарамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әп-әдемі болып шығады. Осылай барлық нандарымыздың формасын шығарып аламыз қолымыздың көмегімен. Қалған нандардың барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Осылай нанымыздың формасын шығарып алдық. Енді осылай піскен кезде ортасы көтеріліп кетпес үшін вилканың көмегімен тағы да ортасын осылай басып шығамыз. Міне біздің әп-әдемі күлшен нандарымыздың формасы да дайын болды. Енді піскен кезде қызарып шығу үшін оның бетіне осылай жұмыртқаның сарысымен және де 1 ас қасық сүтті араластырып алып бетіне жағып шығамыз.
Бұл піскен кезде әдемі және де қызарып шығу үшін осылай жағып аламыз. Сол кезде біздің күлше нандарымыз өте әдемі болып шығады. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін мен оның үстіне осылай күнжітті себетін боламын. Осылай дәл мен сияқты күнжіт сеуіп әсемдесеңіздер болады, немесе макты да себуге болады. Оның барлығы өз қалауларыңызша. Міне осылай әдемі болып көріну үшін мен осылай күнжітті сеуіп аламын. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің әп-әдемі және де сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ болып шығатын күлше нандарымыз осылай пісіп шықты. Мерекеде үйге қонақ келгенде дастарханның сәнін келтіретін күлше нандарымыз міне осындай әп-әдемі болып шығады. Жасалу жолы өте қарапайым, сондықтан да сіздер де дайындап көріп отбасыларыңызды қуантыңыздар. Міне осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Бұндай сүп-сүйкімді күлше нандар балаларыңызға да өте қатты ұнайды деген сенімдемін. Каналымда бұдан да басқа түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мөлдір.